Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жүрген тюльпан самсасын дайындайтын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай өте әдемі болып шығады. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Менімен бірге жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға тұз, қосытқыш қосып араластырамыз. Тоңазытқышта тұрған сармайымызды алып, үккіштің үлкен көзіне өткізіп, песочный тесто дайындаймыз. Үккіштен жақсылап сармайды өткізіп алдым. Енді қолдың көмегімен крошка жасаймын. Яғни сармаймен ұнымызды біріктіреміз. Жақсылап біріктіріп алдық. Енді кез келген пайызда қаймақты қолдансаңыздар болады. Бұл жерде менде 15% қаймақты салып, ұнмен қаймақты біріктіріп қамыр илейміз. Қаймағымыз бөлме температурасында жылы болу керек. Қамырымыз үгітілмелі песочный қамыр болып шықты. Дайын қамырымызды қолмен илеп жіберіп басамыз. Жақсылап бастық. Енді 20 минутқа бетін жауып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды екіге бөліп, бір бөлігін қолымыздың алақанымен домалақтап, колбаса тәріздес етіп жасап аламыз да бірнеше бөліктерге бөлеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызша бөлсеңіздер болады. Тақтайға немесе тарелкаға қойып, бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған етке уақтап туралған картоп, пиязды қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып араластырып аламыз. Минут өткеннен кейін тоңазытқыштағы қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Жайып шықтық. Пышақпен бір жақ шетін ғана кішкене кесіп, шетіне салмамызды салып, видеодағыдай етіп орап шығамыз. Бізде осындай 3 бұрыш тәріздес болып шықты. Астында жақсылап жабыстырамыз. Бізде осындай әдемі тюльпан шықты. Дайын болған самсаларымыздың араларын алшақтау етіп орналастырамыз. Міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеп жібереміз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне өздеріңіздің қалауларыңызша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады.
Мен макты пайдаландым. Дайын болған самсаларымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Самсаларымыз өте әдемі, ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Біріншіден өте әдемі болып шығады, екіншіден жұмсақ, сочный болып шығады. Дастарханымыздың сәнін келтіріп тұрады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.